Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, әріптестер және болашақ ұстаздар. Менің есімім Қарлығаш, мен болашақ бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі бейнебаянда мен ерекше кез келген мұғалім жұмысындағы ең маңызды бағыттардың бірі тәрбие сағатының құрылымына арнағым келіп отыр. Көбінесе адамдар мұғалім тек сабақ береді, есеп шығаруды немесе сауатты жазуды ғана үйретеді деп ойлайды. Бірақ олай емес. Ұлы ағартушы Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы. Міне, сондықтан бастауыш сыныптан бастап тәрбие сағатын дұрыс ұйымдастыру баланың болашақ тұлға болып қалыптасуының негізі. Мен бүгін сіздерге тәрбие сағатын қалай жалықтырмай өткізуді жалықтыратын дәріс емес, керісінше балалар асыға күтетін қызықты саяхатқа айналдыруға болатын мына менталды карта арқылы түсіндіргім келіп отыр. Ең бірінші, экранға назар аударсаңыздар, тәрбие сағатын 6 негізгі блоктан тұратын көріп отырмыз. Солардың әрқайсысына тоқталып өтейік. Ең бірінші мақсаты. Кез келген істі бастамас бұрын біз бұл балаға не береді деген сұраққа жауап іздейміз. Мақсатымыз оқушының тұлғалық дамуы, құндылықтарды қалыптастыру, мысалға отансүйгіш, үлкендерді тыңдау, достық, тағы да басқа көптеген тәрбиелік тақырыптарды аламыз. Мазмұнына келетін болсақ, тек қана құрғақ сөз айтқаннан пайда жоқ. Бастауыш сынып балалары бейнелі ойлайды. Егер біз адалдық туралы айтатын болсақ, оны ертегі, өлең немесе шағын сахналық көрініс арқылы көрсетуіміз керек. Мысалға, балаларға татулық туралы айтатын болсақ, бір тал шыбықты сындыру оңай екен, ал бір бума шыбықты сындыру мүмкін еместігін көрнекі түрде көрсететін болсақ, сол тақырыпты талқылайтын болсақ, олар достықтың күшін бірден түсінеді. Тақырып өзекті болып тұр, құндылықтарға негізделіп тұр, және де мазмұны не болып тұр, түрлі болып тұр. Соның нәтижесінде біз не істейміз? Оқушыларға тәрбиені дұрыс түсіндіріп және де үйрете аламыз. Келесі бізде әдістер мен формалары. Бұл бөлім біздің шығармашылығымыздың алаңы. Экранда көріп тұрғаныңыздай әдістерге түсіндіру, сұрақ жауап, топтық талқылау, рөлдік ойындар жатады. Бастауыш сынып балалары бізде ойын арқылы тәрбиеленетін әр педагог біледі. Сабақта біз ойынды аз қолданғанмен, тәрбие сағатында ойынды 80%-ға дейін, сабақтың 80%-ын ойын ретінде қолданатын болсақ, онда біздің тәрбие сағатымыздың нәтижесі 2 есеге өседі. Келесі бізде формаларға келетін болсақ, бұл жай ғана сынып сағат емес, ойын түріндегі сабақ немесе шығармашылық жоба болуы мүмкін. Сол себепті бізге қызықты мысал алатын болсақ, кейс әдісін алады. Сыныпқа сиқырлы қоржын алып келуге болады. Қоржынның ішінде түрлі жағдаяттар жазылған қағаздар болады. Мысалға, сенің досың қаламсабын үйде ұмытып кетті. Сен не істейсің? Балалар рөлге кіріп, мәселені өздері шешеді. Бұл олардың әлеуметтік дағдыларын дамытады. Келесі бізде ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастыру кезеңінде экранда көріп тұрғаныңыздай, бізде сабақтың жоспары болу керек, уақытты тиімді бөлу керек, және оқушылардың бәрі қатысу керек. Тәрбие сағатының сәтті өтуі оны нақты жоспарлауға байланысты. Уақытты тиімді бөлу өте маңызды. Бастауыш сынып оқушыларының назары 10-15 минуттан кейін шашырай бастайды. Сондықтан ұйымдастыру кезеңінде интерактивті әдістерді, сергіту сәттерін міндетті түрде қосып отыру керек. Келесі бізде нәтижесі және оны бағалау. Біз тәрбие сағатын өткіздік, ал оның әсері қандай болды? Нәтиже баланың жағымды мінез құлқынан, қоғамдық белсенділігінен көрінеді. Оны бағалау үшін дәстүрлі 5-тік немесе 4-тік баға қоя алмаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, бақылау әдісі. Ең бірінші оқушыны не істейміз? Біз бақылаймыз, немесе ата-аналарынан пікір сұраймыз. Және де балалардың өзін бағалауы. Естеріңізде болсын, тәрбиеге келген кезде, баланың тәрбиесіне келген кезде, келесі бір оқушымен мүлде салыстыруға болмайды. Ол қазіргі тілмен айтқанда балаға травма. Мысалға, пәленшені қарамайсың ба, ол тыныш отырады деу, ол дұрыс емес. Керісінше, ол баланы өз-өзімен салыстыру керек. Сен өткенде бұзық болып жүрген едің, немесе сен өткенде тыныш отыра алмайтын едің, сен өткенде дыбыс шығара алмайтын едің, бірақ қазір сен не істедің? Дыбыс шығаруыңды қойдың, сен жарайсың, сен дамып жатсың, сен білімің асып жатыр, немесе сенің тәрбиең түзелген деп өз-өзімен ғана салыстыра аламыз. Бұл балалардың балаларға баға беруді және нәтижені көрудің оң тәсілі. Былай келе, құрметті достар, болашақ бастауыш сынып мұғалімі ретінде менің түсінгенім, тәрбие сағаты бұл жай ғана конспект бойынша өтетін сабақ емес, бұл баланың жүрегіне жол табатын, оның ішкі әлемін қалыптастыратын ерекше сәт. Егер біз осы менталды картаға көрсетілгенде мақсатты жүйелі қойып, қызықты әдістерді таңдап, нәтижені дұрыс бағалай білсек,
Біз тек білімді ғана емес, ең бастысы саналы, тәрбиелі азамат тәрбиелеп шығамыз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болады деген үміттеймін. Болашақ ұстаздарға шығармашылық табыс тілеймін. Сау, саламатты болыңыздар.